Мен Кушкедиева Талшын, Бисмиллабызда, Оңтүстік Қазақстан облысы, қазіргі Түркістан облысында Шардара ауданында дүниеге келдім. Тәуелсіздіктің құрдасымын. 97 жылы Құрманғазы Сағырбаев атындағы орта мектепте бастадым. 2008 жылы оқуымды аяқтап, Шымкент қаласындағы халықаралық гуманитарлық техникалық университетке экономист мамандығына түстім. Экономист мамандығын 2012 жылы тәмамдап алдым дипломымды. Сол дипломымды алғаннан кейін Маңғыстау өңіріне осында келдім жұмыс жасауға. Жұмысымды жастар іс тәжірибесі бойынша бастадым. Жұмыспен қамту орталығында Мұнайлы аудандық. Сол жерге жұмыс ретінде тіркелдім. 6 ай жастар тәжірибесі бойынша жұмысқа орналастым. Одан кейін бос жұмыс орындар жәрмеңкесі болды. Бос жұмыс орындар конкурсы Мұнайлы ауданының әкімдігінің ресми сайтынан көріп қалып, сол жерден Атамекен ауылдық округіне бас маман ретінде қабылдандым. 2014 жылы бас маман қызметін атқардым. 2019 жылға дейін Атамекен ауылдық округінде бас маман қызметін атқарып келдім. 2020 жылы Мұнайлы ауданы әкімдігінің баспасөз қызметіне тағайындалдым. Баспасөз қызметін осы 2021 жылы баспасөз қызметінен босатылып, ұйымдастыру бақылау бөліміне бас маман болып қабылдандым. Қазіргі таңда жұмысымды жасап жатырмын. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына өркендеп келе жатқан мемлекеттің мерейін көтеріп, байрақ желбіретер тәуелсіз Қазақстанның құрдастары екені айқын. Сондықтан дербес Қазақстанның дамуына үлес қосу елдің бетте ұстар азаматшасы болу менің басты арманым. Тәуелсіздігіміздің тұғыры биіктей берсін, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.